Қайырлы таң, құрметті достар. Баршаларыңызға күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бұлай жасасам, сәл көзім ашылады екен. Бұлай қаратсам, өзім көзім сықси, одан бетер сықсиып қалды күнге десем де. Баршаларыңыздың күндеріңізге сәттілік тілеймін. Әрбір арайлап атқан таң мен қызарып батқан күн өздеріңізге тек жақсылық алып келсін. Құдай қаласа өсіріп отырған ұл қыздарымыздың рахатын көрейік. Өсіріп отырған ұл қыздарымыз иманды болсын, ең бастысы өнегелі болсын, бақтары жансын. Құдай қаласа бүгінгі шағымды айтып кетейін енді. Күнде ерте тұрып, кеш жатқанға бүгін вообще организм әлсіреп кеткен ғой. Шынымды айтайын, зорға жүріп келатырмын. Аяғым деген жүрмейді ғой. Жүрмей жатыр кәдімгідей. Скоростьымда төмендеп қалды. Қанша күннен бері күнде жүріп жатырмын. Бүгінгідей жүрмеппін ше. Бүгін деген прям анау не дейді? Мұрнымды тесіп жетектеп келатырмын. Ол тесіп кәдімгі мұрнымды тесіп, ана бұқалар болады ғой, сүзеген бұқалар. Жаңа мұрындарын тесіп сүрейді ғой. Андай бір жүргісі келмей қырсап алға қарай тартылмайды ғой, я. Тура солай болып келатырмын ғой, масқара. Өз-өзімді кәдімгідей заставить етіп ше. Олай істеуге болмайды бір шетінен. Бір шетінен қалай деп айтсам екен. Уже не үшін жүрген ғой? Санамаппын ше, бірінші кезде жүргенде шагомерді қоспай жүргем ғой. Где-то бір 20 күн болып қалды ау деп қоям да. Негізі ана не дейді? Күнделікті әдетке қалыптастыру үшін осындай кедергілер шығады ғой негізі ше. Организм әлсірейді, аяқтың жүргісі келмейді деген сияқты. Сондықтан не дейді? Кедергіні кетіру керек. Көрдіңіздер ме? Даже сөйлеуге нем жоқ. Әлім жоқ та. Қой дедім. Болмайды. Өз-өзімен жұмыс, өз жалғасын табу керек. Жарты жолдан кеп, мысалы бүгін қазір ұйқым қанбай ұйықтап қалатын болсам, уже солай кетеді. Ол бір шетінен. Мысалы маған дәрігер саған 10 мың шақ жүру керек деп айтпағанда, мен тұрмас едім. Ана дәрігердің айтқан тұрғым мына жерінде ше. Аяқ керек па? Аяғыңның жарасынан құтылғың келе ма? 10 мың шақ жасау керексің. Күнделікті деп қиып қойды да мағанша. И өзімнің неше жылдық жаным қиналғаны бар ғой. Қорқам да уже. Страх бар ғой денемде. Егер жүрмесем, аяғыма жара шығып кетеді деген. Сондықтан ол бар. Сонымен өзімді заставить етіп келатырмын ғой. Жүру керек деп. Уже соңғы айналым, Құдай қаласа. Ең бастысы айтайын дегенім, өз-өзін тәрбиелеу өте қиын. Өте. Сол қиынға қарамастан өз-өзін тәрбиелеп, күнделікті әрекетін жаңағы әдетіне айналдырған адамдар шынымен жетістікке жетіп жатыр. Прям өз-өзімен жұмыс жасау керек та әр адамша. Мысалы мен қазірде не дейді, багаж опыт плюс енді көп қой енді, Құдайға шүкір. Нюанстар айтқым келмейді оны. Мен ондай жарияға жар салғым келмейді да. Өзім технично жұмыс істеймін негізі. Бір жоспар құрсам да, бір бизнес жасап, мысалы ше, менің бизнесім бәрі онлайн ғой. Оны да былай айта бергім келмейді да. Технично жасаймын, ойлап қоям. Бір миымда бір NFT бар, NFT ше миымда. Больницада жатқан кезде 4 күн ба, 5 күн ба тыңдап тауып алғам. Соны ойлап келе жатырмын да, оны шығарған бір жігіт. Қай кезде шығарған бәрі есіме шығып кетті, бірақ ең бастысы заңдастырып, жаңағы Өзбекстанда полумне деген талды егіп, сол талдан NFT қойып, енді NFT қылып блокчейнға ендірген ғой, цифрлы актив ретінде. Соны тыңдаған мен. Соны жаман ойым кетті да. Ол кезде енді бүйтіп ала салатын. Мои финансы поют романсы болды. Енді Құдай қаласа финансыды сәл реттесек, бір NFT алып қою керек маған деп келе жатырмын қазір. Құдай қаласа енді миымда. Бір NFT алып қойсам, бір NFT бір тал. Сондай темалар қызық қой маған. Кеше бір партнермен сөйлесіп жатырмын екеуміз. Сөйтіп оған айтып жатырмын да, мә осындай таптым деп. Сөйтсем, не біле ол? Тал не? NFT деген не?
не тауып аласың сен? Тыныш жүрмейсің, миың ашып кеткен жоқ па дейді маған. Жоқ, миым ашыған жоқ. Себебі болашақтың бәрі соған бара жатыр. Блокчейн технология деген қарқынды түрде дамып жатыр. Екінің бірі түсінбейтін салада қазірден бастап өздеріңіз меңгерсеңіздер, Құдай қаласа, Құдай бұйыртса, адамдар түсініп бастаған кезде сізде уже әжептәуір капитал құралады ғой. Сондықтан осы саланы меңгеріңіздер. Бастағандарыңыз тастамаңыздар. Тастап қойғандарыңыз қолға алыңыздар. Бірінші кезде әрине түсініксіз болады бүкіл ақпарат, себебі бәрі жаңа ғой. Ми қабылдамайды. Мысалы, мен қазір жүріп келе жатырған миым зорға келе жатыр да. Просто жүру керек деген мына жерде тұр. Жаңағы бүгін ерте жату керек негізі. Сол ерте жату жағынан сәл ақсаңдап тұрмын да мен. Атак таңертең тұрып жатырмын. Қорқыныш бар ғой мида. Сол қорқыныш жүргізіп жатыр да қойсаң. От души жүріп жүрген күніге. Бүгін сол ой, формай жорғалап келе жатырмын десем болады. Жорғалап. Зорға жорғалап келе жатырмын ғой. Күндеріңізге сәттілік. Блокчейн технологияның мүмкіндігін пайдалану үшін өздеріңіздің саналарыңызды дамытыңыздар. Қазір көп қой бізге. Әсіресе ойын арқылы күшті өздеріңізге цифрлы актив жинап алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Прям құнттасаңыздар, енді миллиардтарды жинамасаңыздар да, кішкентайдан бастасаңыздар түсініп бастайсыздар да. Мысалы, тегін алғаннан кейін ары қарай оны биржаға сатып алу уже ақшаға айналған кезде уже басқаша түсінік қалыптасады. Аха, мына болады екен ғой деген сияқты. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Өздеріңізді дамытуды тоқтатпаңыздар. Күндеріңізге сәттілік. Не деген әлсіреу менде.